Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз информатика сабағында мына тақырыпты өтеміз. Компьютерлік желілер туралы түсінік, оның тағайындалуы, компьютерлік желілердің классификациясы. Енді сабағымыздың тақырыбы: компьютерлік желіге анықтама беру, шығу тарихын зерттеу, түрлерін анықтау, айырмашылықтар мен ерекшеліктерін жан-жақты зерделеу. Жалпы интернет жалпы желілер бұл дүние жүзі бойынша таратылатын желілер. Ең белгілі және қолжетімді жалпы желі ол интернет болып саналады. Интернет желісі тұрақты құрылым емес. Оны миллиондаған пайдаланушылар ұдайы өзгертіп отырады. Желідегі компьютерлер жұмысын программа басқарады. Ондағы барлық компьютерлердің бір-бірінен жіберетін және қабылдайтын ақпараттарды араласпай тиянақты жеткізілу үшін олар бір тілмен, ортақ ережемен байланыс жасау қажет. Осындай ортақ ереже желілік хаттама деп аталады. Бүгінгі біз сабағымызда көп мәселе қарастырамыз. Оның бірі жергілікті желінің түрлері, компьютерлік желі, топология түрлері, браузер түрлері, тарихи анықтама береміз, интернет қызметтерімен танысамыз, желілік адаптер және оның түрлерін көреміз, сервер, провайдер деген не екенін анықтаймыз, интернет желісіне қосылу жолын көреміз, байланыс арналарын қараймыз, топология түрлеріне анықтама береміз. Компьютерлік желі дегеніміз не? Оған біз мынандай түсінік береміз. Компьютерлік желі дегеніміз ресурстарды, диск, принтер, коммуникациялық құрылғылар тиімді пайдалану мақсатында бір-бірімен байланыстырылған компьютер тізбегін айтады. Жергілікті желі бірнеше компьютерлерді біріктіру үшін қолданылады. Жергілікті желі шектеулі аймақтағы бір бөлмеде, бір мекемеде, зауыт немесе бекетте, тағы сол сияқты мекемелерде пайдалануға ұсынылады. Жергілікті желі құрудағы себеп өндірістік процестерін автоматтандыру, әртүрлі құжаттарды жедел өңдеу. Жергілікті желіге қосылған әрбір компьютер арнайы тақташамен желілік адаптер жабдықталуы керек. Компьютерлер, желілік адаптерлер бір-бірімен кабельдер арқылы байланысады. Олармен біз қазір таныс боламыз. Желілік адаптер дегеніміз не? Компьютерлік желілік адаптер байланыс желісімен сәйкестендіруін қамтамасыз ететін құрылғы. Кең таралған адаптерлердің түрлері ол интернет желісі, токен ринг, аркнет. Енді осы жаңағы желіні не арқылы қосады екенбіз? Сондай сұрақ туындайды. Байланыс арналары кабельдік байланыс сымдары арқылы байланысады. Бірінші есілген қосым, екінші коаксиальды кабель, үшінші оптоталшықтық. Олар мына спутниктен станцияға түседі. Станциядан біз сымдар, жаңағы есілген қосым, коаксиальды кабель, оптоталшық арқылы өзімізге таратып аламыз. Жергілікті желінің түрлері қандай болады? Бір орталықтан басқарылатын желіні клиент-сервер желісі деп те айтады, немесе клиент өзіне қызмет көрсетуді сұрайтын объект, компьютер немесе программа, сервер басқаға қызмет көрсететін объект. Екінші, бір деңгейлі компьютерлер желісі, бір рангылы. Мұнда желіні басқаруда барлық компьютерлер тек құқықты болып саналады. Топология байланысу тәсілі. Топология дегеніміз не? Топология деген біздің компьютерлердің қосылуы, желіге қосылу түрлерін айтады. Ол міне жүктелуіне қарайтын болсақ, оның түрлері көп. Мен 3 түрін ғана сіздерге көрсетіп отырмын. Сосын үйде тапсырма болған кезде үйден осы желілер туралы қосымша мағлұмат іздейсіздер. Бірінші, шиналық топология. Ол жерде ортасында желі сыммен өтеді. Одан 5 компьютерге желі таратылады. Егер бұл шина топологиясы, көбінесе осы шина топологиясын пайдаланады мекемелерде. Оның біреуі істен шығатын болса, қалғандары интернетке қосыла береді. Екінші, сақина топологиясы. Бұл жерде кемшілік бар. Егер бір компьютер істен шығатын болса, онда барлық компьютер
интернеттен шығып кетеді. Үшінші, жұлдыз топологиясы. Бұл жерде сервер ортада орналасқан. Ол ортадағы сервер егер өшіп қалатын болса, онда 5 компьютерде істен шығады. Шиналық топология, оған анықтама беріп кетейік, оны дәптерлеріңе жаза отырыңдар. Мұнда жұмыс станциялары желі адаптерлері арқылы жалпы шинаға немесе магистральға, кабельге қосылады. Дәл осындай тәсілмен магистральға басқа да желілік құрылғылар қосыла береді. Желінің жұмыс жасау процесінде тасымалданатын ақпарат жөнелтуші станциядан жұмыс станцияларының барлық адаптерлеріне жеткізіледі. Бірақ оны тек адресте көрсетілген жұмыс станциялар қабылдайды. Жұлдыз тәрізді, жаңағыны айтып кеттім, мұнда орталықтандырылған коммутациялық түйін желілік сервер болуы тиіс. Ол барлық мәліметтер жеткізуге жүзеге асырады. Бұл топологияның артықшылығы кез келген бір жұмыс станциясының істен шығуы жалпы байланысқа әсер етпейді. Ал сақиналық топология, жаңа айтып кеткендей, мұнда байланыс орналы тұйықталған сақина бойында орналасқан. Жөнелтілген мәлімет біртіндеп барлық жұмыс станцияларын аралап шығады. Оны керекті компьютер қабылдаған соң жұмыс тоқтатылады. Бұл топологияның кемшілігі кез келген бір жұмыс станциясы істен шығуы жалпы байланысты бұзады. Бір қала мен ауданда немесе бір мемлекетте орналасқан мекемелердің, компьютерлердің өзара біріктіруін аймақтық желілер құралады. Көптеген ірі мекемелер өз желісінде орналасқан. Бөгде адамдардың сақтау үшін сол мекемеге тиесілі өз желісін, яғни корпоративті желіні құрады. Үлкен қашықтықта және пайдаланушыларды молынан қамтитын есептеуші желілер телекоммуникациялық желілерді құрайды. Енді ауқымды желі. Ауқымды желі сіздер түсініп тұрған шығарсыздар, өз атынан да белгілі. Бұл бір-бірінен үлкен қашықтықта орналасқан көптеген жеке компьютерлердің және ауқымды желілердің бірігуін ауқымды желі деп айтамыз. Ол интернет сапалы ұжымдық желі, аймақтық желі немесе шлюздармен таратылады. Сосын бірінші түйін, екінші түйін болып бір-бірінен байланысып кетеді. Тарихи анықтама беретін болсақ, Америка құрама штатының қорғаныс министрінің болашаққа жоспар құру агенттігі DARPA 1966 жылы телекоммуникация желілердің жобасын ұсынды. Тұңғыш компьютер желілерді ойлап тапқандықтан ARPANET деген атқа ие болған. Енді 29 қазан 1969 жылы желінің туған күні деп саналған екен. 4 түйіннен тұратын ARPANET-ның құжаттық сызбасы міне мынандай болады. Дәптерлеріңе түрте отырыңдар. Енді сервер. Сервер деген сіздерде жиі кездеседі. Ол көбінесе ойын алаңында сіздер кездестіресіздер. Ойында біз серверді құрамыз. Сервер бүкіл таратылған шина тәрізді топологияға таратылған компьютерлерге біріккен сервер ортасы. Мысалға, сервер ортақ пайдалануға арналған барлық ресурстарды қамтитын компьютер. Егер сервер өшіп қалса, онда сіздер ойыннан шығып кетесіздер деген сияқты. Енді ортақ ресурстарды пайдалану үшін сервер қосылу болуы қажет. Желдегі жұмыстың көп бөлігін сервер атқарады, естеріңізде сақтаңыздар. Интернет желісінде қалай қосылуға болады? Интернет желісіне. Оны сіздер 21 ғасыр, сіздер қазір 2-ның бірі қазір біледі оны. Сіздерге бәрі қол жетімді. Интернет желісін сіздер смартфоннан немесе компьютерден, ноутбуктан сіздер кіріп, бұл жерден керекті мағлұматтарыңызды жүктеп алуларыңызға болады, іздеуге болады, салуға болады деген сияқты көп мәліметтерді аласыңдар. Енді оның бәрін бір-біріне байланыстырып, бізге интернетті беріп отырған не? Модем. Модем дегеніміз не? Бұл компьютерге телефон желісі арқылы, сымдар арқылы мәлімет алмасуға мүмкіндік беретін құрылғы. Модем арқылы қосылым жасау үшін компьютердің иесіне лайықты провайдер тауып, интернетте жұмыс істеу үшін келісім шартқа отыруға болады. Ол интернет, бүкіл әлемдік интернет,
ол модемге береді, одан модемнен компьютерге түседі. Енді провайдер дегеніміз не? Провайдер деп бұл ұйым мен жеке тұлғалардың интернет қызметтерін ұсынатын компания. Сіздерге белгілі, қазіргі Қазақстандағы біздің ол компания атақты Қазақтелеком компаниясы. Мысалға соған тоқталайық. Ол Қазақтелекомға сіздер арызданып барған кезде сіздерге олар мегалайн түрлерін ұсынады. Оның бірі турбо, жиі пайдаланатын халыққа, хип, старт, ADSL тағы да басқа. Бұл аз ғана көрсетілген түрлері, бірақ оның түрлері өте көп. Интернет желісінде қосылу үшін модемнің арнайы бағдарламасын компьютерге қондырып, компьютер мен модемді өзара қосу қажет. Сол кезде экранда таңбашасы пайда болады, оны шертіп, келесі командаларды орындаймыз. Тапсырмалар панелінде мировой интернет сейчас подключен, біздің интернетіміз іске қосылды деп бізге хабарлама түседі. Енді хабарлама пайда болды, сіз интернет желісіне қосылдыңыз. Браузер дегеніміз не, балалар? Браузер дегеніміз біз интернетке кіретін терезені браузер деп айтамыз. Ол браузердің түрлері өте көп. Біз жиі пайдаланатын браузердің түрі ол Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome, тағы да басқа. Мына жерде аталған және аталмаған браузерлердің түрлері. Google деген, мысалы айтып кетейін, Google деген шексіз санды білдіреді. Шексіз сан деп неге қойған? Ол жерде көп деген шексіз мәліметтер орналасқан. Енді интернет қызметтері. Интернет қызметтері сілтемелер. Кез келген біз жазған құжаттардың ішінде құжатты енгізген кезде бізге мекен-жайды жүктейді. Осы интернет қызметтері арқылы. Ол www мен басталып, ары қарай өзіміздің жаңағы жүктеген, іздеген мәліметімізге қарай өзгеріп отырады. Қазақстан Республикасының анықтамалық іздестіру жүйелері ол www.сайт.kz тағы да басқа сілтемелер көрсетілген. Үйге тапсырма, балалар. Енді үйге тапсырма орындағанда сіздер бағалау критерийлерін естеріңізде сақтаңыздар, онымен де тағы да таныс боласыңдар. Компьютер желілерінің негізгі ұғымдары туралы жалпы мағлұматты интернеттен іздеу, өңдеу және жүктеп алу. Сіздердің мақсаттарыңыз. Бағана мен сіздерге айтып кеткем, топологияның және тағы да түрлері бар, және тағы да мекен-жайларын анықтайсыздар. Және тағы да қандай сілтемелер бар екен, қандай тағы да қосымша браузерлер бар екен, соларды толықтырып маған жазасыздар. Кестені толтыру. Қазір оны да көрсетіп кетем. Желілер туралы эссе жазу. Эссе 60-70 сөзден тұрса жеткілікті. Енді кестені толтыр деген тапсырма. Кестені толтырған кезде компьютерлік желілердің түрлері қандай? Соны атап жазып шығасыздар. Толық кестені толтырамыз. Эссе жазасыз, жаңа айтып кеттім, 60-70 сөзден тұратын эссе болсын. Сөздері нақты болсын, терминдерді пайдалансаңыздар болады. Білім алушыларға үйге берілген тапсырмалар бойынша бағалау критерийлері. Балалар, мұқият болыңыздар. 5 баға алу үшін сіздер мен берген тапсырмалардың бәрін толық орындауларыңыз қажет. Егер сіздер мағлұматты толық іздемей, ол жерде кестені толық толтырмай, жауабын егер таба алмасаңыздар, онда 4 деген баға ие боласыздар. Егер мүлдем жаңағы берілген тапсырмалардың біреуін ғана немесе шала орындасаңыздар, онда 3 деген бағаға ие боласыздар. Ал 2 деген мүлдем орындамаған балаға 2 бағасы. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, пайдаланған әдебиеттерді алсаңыздар болады. Қорытындылай келгенде балалар, бүгінгі өткен тақырып бойынша бүкіл айтқан, жаңағы жазып алған мағлұматтарың бойынша жұмысты орындаңыздар. Келесі сабақта кездескенше күн жақсы болсын. Енді сіздерден кері байланысты күтемін. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.